Қайырлы күн. Бүгінгі сабақ бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері. Ол не үшін қажет? Бұл кез келген өрнекті қандай да бір санға, мәселен 2-ге, 5-ге, 17-ге, 3-ге, 1-ге, 0-ге бөліне ме, бөлінбей ме? Мәні қалдықпен шыға ма, қалдықсыз шыға ма, бірден анықтау үшін бізге осы қасиеттер керек. Бірінші қасиеті көбейтуге байланысты қасиет. Көбейтуге байланысты қасиеті: егер А саны С-ға бөлінсе, онда АБ көбейтіндісі де С-ға бөлінеді. Бірінші қасиет. А саны С-ға бөлінсе, онда АБ көбейтіндісі С-ға бөлінеді. Мысалыға, А көбейту Б, А мен Б-ның көбейтіндісін С-ға бөлсек. Бізден осыны сұрап отыр. Мұндағы А жақшаның ішіндегі А немесе Б екеуінің біреуі С-ға бөлінсе, жақшаның сыртында санға бөлінсе, онда бізде сол сан, яғни көбейтінді жақшаның ішіндегі мәні де С-ға бөлінеді. Ал мысалы 27 көбейту 3 бөлінген 9. Сізге айтады, мысалы 27 мен 3-тің көбейтіндісі 9-ға бөліне ме, жоқ па деп сұрайды. Сіз кідірмесен, мүдірмесен 9-ға бөлінетін бірден айтуыңыз керек. Есептемей 27-ні 3-ке көбейтіп жүрмей-ақ бірден 9-ға бөлінетін айтуыңыз керек. Себебі мұндағы 27 немесе 3 екеуінің біреуі 9-ға бөлінуі керек. Қараңызшы, сізде қайсысы 9-ға бөлініп тұр? Әрине 27. 27 9-ға бөлініп тұр. Демек, 27 бөлу 9 көбейту 3. Осылай орындасақ та болады. Тиімді әдіс. 27-ні 9-ға бөлсек 3, 3-ке 3-ті көбейтсек 9. Демек, бұл шындығында да 9-ға қалдықсыз бөлінеді. Тексеріп көрейікші. 27-ні 3-ке көбейтсек қанша болады? Әрине 81 болады. 81 9-ға бөлсек 9 шыға ма? 9 жердегі 9-ның 81 әрине шығып тұр. Яғни көбейткіштердің біреуі 9-ға бөлінсе, ол 2 сан емес, одан да көп сан. Мына жерде, мәселен, көбейту 4, көбейту 12, көбейту 5 деп тұруы мүмкін жалғасып. Сіз ішінде кез келген біреуін қарайсыз. Сол берілген санға бөліне ма, жоқ па? Егер бөлінетін болса, бірден нәтиже 9-ға қалдықсыз бөлінеді деп айтасыз. Ал екіншісі бізде қосуға байланысты, немесе айырмаға байланысты. Егер А саны да, Б саны да С-ға бөлінсе, онда А мен Б-ның қосындысы, немесе А мен Б-ның айырмасы да С-ға бөлінеді дейді. Мысалмен көрейік. Практика, 24 пен 9-ның айырмасы 9-ға бөліне ме? Мен бірден жауап айтар едім. Жоқ, бөлінбейді. Себебі қасиетке сай келіп тұрған жоқ. Не себепті? Себебі бізге айтты, 24-те 9-да беріліп тұрған қосынды мен айырмада беріліп тұрған 2 сан да 9-ға бөліну керек. 9-ға бөліну керек. 24-тен 9-ға алсақ қанша? 15. 15 9-ға бөліне ме? Жоқ, бөлінбейді. Ал басқа мысал алып көрейік. Қосындыға немесе айырмаға, 28 қосу 49. Осы сан 7-ге бөліне ме? Осы қосынды 7-ге бөліне ме? Жоқ па? Анықтап қаралық. Мен бірден жауап айтар едім, бөлінеді. Себебі 28-ді 7-ге бөлсем 4, 49-ды 7-ге бөлсем 7, 7-ге 4-ті қоссам 11. Жауап 11 деп бірден айтар едім. 11. Ал, тексеріп көрелік. 28-ге 49-ды қосайық. Қанша болады? Так, 8 9-ым 7, 17 бір ойда 6, 77 болды, Бөлу
7. 77-ні 7-ге бөлсек 11. Міне, нәтиже шықты. Қасиеттер бізді алдамайды. Осы қасиетке сүйенсеңіз, сіз бір демде есепті шығарып тастайсыз. Ал айырма түрінде көрелік. Мына жерге жазайын, азайту түрінде көрелік. Мәселен, 65-тен 26-ны азайтайық. Яғни 65 пен 26-ның айырмасы 13-ке бөліне ме, жоқ па? Тексеріп көрейік. 13-ке бөліне ме, жоқ па? Мен оңай әдіспен шығарам. Өйткені бөлінгіш қасиетті жақсы білем. 65 13-ке бөлінеді. Жауабы 5 болады. 26 13-ке бөлінеді. 2 болады. 5-тен 2-ні алсам, азайтсам, жауабы 3 болады. Шықты. Бастауышта үйренген, әдісті қарайық. Бірінші жақшанышын орындайтын ек. 65-тен 26-ны азайтамыз. 9. 5 қалып, 5-тен 2-ні аламын. 3. Бөлу 13. 39-ды 13-ке бөлсем 3. Жауап шықты. 2 жауапты бірдей. Қасиетпен шығарсаңыз, тез жауап шығатын болады. Ол үшін бұл қосылғышта да, қосындыда және айырмада да берілген сандардың барлығы осы қай санға бөлінеді, соған бөлінуі керек. Бөлінуі міндетті. Бөлінсе ғана сіздің берілген қосынды немесе айырмаңыз жауабы да бөлінеді. Келесі мынандай есеп болсын. Егер сізге айтады, осындай әріпті өрнектің нәтижесі, егер А, Б, С-ның орнына қандай да бір натурал сандарды қойсақ, нәтижесі 9-ға бөліне ме, бөлінбей ме, бірден айтыңызшы дейді. Мен бөлінетін бірден көріп тұрмын. 18-ді 9-ға бөлсем қанша? 2. 45-ті 9-ға бөлсем қанша? 3. 99-ды 9-ға бөлсем қанша? 11. Яғни мына 3 санда 9-ға бөлініп тұр ме коэффициенттері? Әрине, коэффициенттері қалдықсыз 9-ға бөлініп тұр. А-ның орнына, Б-ның орнына, С-ның орнына қандай да сандар қойсақ, көбейтсек, біздің санымыз 9-ға бөлінеді. Себебі көбейтіндінің қасиеті бойынша берілген 2 санның, көбейту мысалы 3, берілген 2 санның кез келген біреуі көбейтуде, кез келген біреуі, мәселен 4-ке делік, осы санға бөлінсе, онда нәтижесі де сол санға бөлінеді дейді. Яғни 20 4-ке бөлінеді, 5 болады. 5 көбейту 3. Яғни мына көбейтінді нәтиже бұл да 4-ке бөлінеді. 60-ты 4-ке бөліп көріңіздер. Осы менің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.